Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Әңгіме өмір атты арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, әсерлі әңгімелерді тыңдай отырыңыздар. Бүгінгі баяндайтын әңгіменің аты Жансая. Оқырман хатынан. Авторы Жеңіскүл Тұрсынбаева. Жақсы тыңдалым болсын. Жансая есімді құрбым. Атына заты сай, жаны жайсаң, ашық, ақ көңіл, сөзшең, еңбекқор, пысық адал жан. Отбасында үлкені, ата-анасы ерте қайтыс болған, артынан ерген іні сіңлілеріне қарайласып, соларды жеткізіп, бүкіл ауыртпалықты өз мойнына алып жеткізді. Кәрі апасы бар еді, іні сіңлілерін жоғары оқу оқимын деген жоғары оқуға түсірді. Жай кәсіп меңгерем дегеніне сол кәсіпті игеріп етулеріне көмектесті. Үйленем дегендерін үйлендіріп, үйлі етіп, бөліп, бөлек шығарды. Қыздарды ұзатып, көп жыл бойы бас көтермей жеткізді. Бауырларына жақсы тәрбие беріп, үлкен міндеттен құтылған. Жансая ата-анасынан қалған мал-жанға ие болып, баптап қарап, көбейтіп, іні сіңлілерінде жұмсап жүріп, бауырларын да еңбекке үйретіп, сол малдың арқасында ел қатарлы өмір сүрді. Әкемнің малы болмаса, не істер едік дейді әңгімелескенде. Жансая екеуміз көрші тұрдық. Бала күнімізден бірге өсіп, сырлас мұңдас болып кеткенбіз. Жан құрбыларымыз. Өмірі қаншалықты ауыр болса да, Жансая еш мойымайды. Керісінше, адамды күлдіріп, не нәрсе болса да күлкіге айналдырып жүреді. Анасы кеткен соң, өзі жоқтан бар жасап, ата-анасы да еңбекқор адамдар болғандықтан, Жансаяға да көп нәрсе үйреткен екен. Сол тәрбие бойына сіңіп, ерте жетім қалса да, өзіне бағыт бағдар етіп, әке марқұм осылай істеуші еді, ана марқұм осылай айтушы еді деп, аузынан тастамай бойына сіңіре берді. Анасы ісмер, шебер адам болған, сол кісіден үйренген шеберлікпен жыртықты жамап дегендей, іні сіңлілерінің киімін бүтіндеп отырды. Мектепте оқып жүргенде білімге құштар болды, жақсы оқыды. Амал жоқ, арманына жолды жауып тастап, тез есейіп кетті. Мен оқуға түсіп, арман қуып Алматыға кеттім. Ол ауылда қалып қойды. Мен демалысқа шыққанда ауылға асығам, құрбымды сағынам. Келіп қасына қонып, ауыз жаппай әңгімелесіп, таң атырамыз. Айтшы, Алматы қандай, адамдары қандай, дейді қиялға беріліп. Жабайымын, ауылдан келіп, өз көлеңкемнен өзім шошып жүрген, мені қайдан білсін, үйді сағынып, анамды сағынып, сабақ жатақхана деп ешқайда шықпай, демалысты күтіп, демалысқа шыққан уақытта Сайран автобекетіне сытып ауылға тартам ғой. Аузын ашып отырған құрбыма бірдеңе айтуым керек. Алматы өзің білесің, үлкен қала, адам көп, көбінше жұрттар орысша сөйлейді, қазағы да басқасы да деймін ойланып. Ол түгі емес, орысшам жақсы менің, дейді. Тағы не көрдің деп жақынырақ отырып бетіме қарайды. Жансая, саған не айтарымды білмеймін. Шыным, жатақхана, артында корпус, сабаққа барам, келем, ешқайда шықпаймын, дедім ағымнан жарылып. Ой, сенде бір, көрмейсің ба, бұлай-бұлай шығып аралап деп аузын бұртитады. Мен Жансаяны түсініп отырмын. Үйдің түрлігі жалықтырады. Сыртқа шығып, ел көріп, жер көргісі келеді. Ренжіп қалдың ба, дедім құшақтап. Жоға деп бетінен сүйіп алады. Орнынан тұрып, ортадағы есікті жауып. Онда мен саған қызық айтайын, деді сыбырлап. Класстастар әскерге шетінен кетіп жатыр. Бізде күнде вечер, деді көзі жайнап. Әскерге шығарып салып жатырмыз шетінен, деді тағы бір есік жаққа қарап алды да. Дискотека болады, сәрсенбі сенбі күндері, соған барам. Біреуің бар ма, дедім шыдамсызданып. Жоқ ей, қайдағы, деді көзі бақырайып. Қызық емес қой онда, десем. Ой, сенің ойлағаның сол жігіт екен, деді сәл қабағын шытып. Тыңдасаңшы, саған қызық айтам, деді өзі тырқылдап күледі келіп. Мен де мәзбін. Мені алып қашпақшы болды ғой, дейді. Кім, деп шошып кеттім. Ой, білмеймін, дискотекаға барғанмын, қасымда Айман, Гаухар бар, билеп жүрміз, дейді тырқылдайды кеп. Ой, күлмей айтшы,
Сені алып қашпақшы болса, неге күлесің деймін таңғалып. Бопты, күлмеймін басқа, деп дұрыстап отырып алды да сөзін жалғады. Сол дискотекадан шығып үйге қарай келе жатырмыз. Үшеуміз. Арт жақтан ат арба саңғырлап тез келе жатыр екен. Екіге бөлініп жол беріп тұра қалдық. Қалай болғанын түсінбей қалдым. Желкемнен көтеріп, мені арбаға өңгеріп алды да бірдемеге орап тастады. 3-4 ер балалардың даусы естіледі. Жұлқынам келіп, жібермейді. Айғайлап жатырмын. Мән бермейді ешқайсысы. Аяғым ашық. Арбада жас шабылған шөп бар екен. Тепкілеп түсіп барам. Ораған жамылғыш па, палатка ма, жұқалау бірдеңе. Біреусі қолымнан мықтап, сыртынан ұстап алыпты. Арба зуылдап кетіп барады. Шу-шу етіп өздерімен өздері сөйлесіп абыр-дабыр. Ары-бері қозғалғандары сезіледі. Мен сырғи-сырғи шөптің ішіне кіріп барам. Қолымнан ұстаған адамды тарта кеттім. Арба бір ырғалғанда қолым босап қалды. Тез оралған заттың шетін іздеп, бетімді ашпақшымын. Шетін тауып ашып қалсам, бағанағы қолымды іздеп, мені сипалап отырғанның түрін көрдім, деп Жансая тағы күледі. Сосын деймін жақындап. Кішкентай бала екен, 13-14 жасар. Бас салып құшақтап алып, екеуміз бірге оратылып кіріп кеттік. Ол тепкіленіп шөпке көміліп кеттік. Басқалары сыртымыздан ұстап қойып, өздерімен өздері арба ырғалып, аударылардай жүйткіп барады. 4-5 жігіт отырғаны анық. Арба жұлқына секілдегенде бала екеуміз шөптің түбіне түстік. Аузын қолымен жауып алдым. 2 шұлығымды жылдам шешіп, бір қолыммен шөп мөммен қосып аузына тықтым. Үстіне жатып алып, белдігімді суырып алып, қолын артына байладым. Шатып-пұтып, түрі онша көрінбейді. Көзі бақырайып жатыр. Аунап арпалысып жатқанымызды көрсе де, басқалары неге екенін білмеймін. Анда-санда сыртымыздан ұстап қояды. Басып, түртіп қойып отыр. Өзім орамның ішінен аяқ жақтан шығып, шөптің арасына кіріп бүрісіп жатырмын. Келдік, тоқтады. Мені таптап, апыр-топыр қапты, баламен бірге көтеріп алып, жұлқынғанына қарамай, улап-шулап кетті көтеріп. Басымды көтеріп қарадым. Қақпаның алдында тұр екенбіз. Олар үйге бара жатыр. Бірі алдыда, бірі артта жүгіріп, өздерімен өздері әуре. Мен атты арбадан босатып, қарғып мініп, шу жануар дегенде, үйден топырлап жүгіріп шыққан адамдарды көзім шалып қалды. Ауыл қайдасың деп үйіме шауып келдім. Олар қумады. Әлде басқа аттары болмады ма? Не болмаса үлкендері тоқтатты ма? Білмеймін, деп әңгімесін аяқтады. Мен шок болып отырмын. Көзімнен жас ағып, зәрем ұшып бетіне қарадым. Не болды, деді құрбым. Сен мә батылсың ғой. Қалай сонда? Мен болсам жылап жатар едім. Сен күлесің. Қалай қорқытпадың, деймін. Оңбағандарда аяқ киімім қалып қойды. Алуға уақытым болмады, дегенде құрбым бұртиды. Сол кезде күліп жібердім. Ол да мәз. Ойлашы, мен де көтеріп кіргендері өздерінің інілері, деп аузын басып күледі. Шұлығым мен белдігім де қалып қойды, дейді. Мен күлемін. Атты не істедің, жібердің бе? Жоқ ей, әне қорада тұр. Кім келер екен, батыл жетіп. Келсе не дейсің, дедім. Олар келмейді. Егер де келсе, деп ойланып қалды. Күрсініп, кім мені қорғайды? Айтшы, өзімді өзім қорғамасам, мен участковыйға барып ескерттім. Ертесі аттың қорада тұрғанын айттым, деді зілді дауыспен. Әкем де шешем де жоқ. Сіз қорғамасаңыз, кім қорғайды мені? Ертең ана аттарын ұрлады деп жала жапса аттың иесі. Бірақ мен ол атпен қашып келдім. Арызым міне, азабыма төлеген ақысы деп қорама байладым. Көнбесе сотқа берем. Кеше қасымда болған қыздар куә. Сытылып шықпасам отырар едім танымайтын біреудің үйінде еңіреп, деп ескерттім. Участковый бәрін шешем деп қалған. Міне 2-ші ай тыныш, деді. Жансаяныкі жөн, ойлап қарасам. Үйге келіп анамнан шет жағасын сұрасам. Сондай жағдайда болыпты. Біз білмедік. Жансая алтыным аман қалыпты. Кейін естіп шошыдым, дейді. Менің өмірімнен осы Жансаяныкі қызықты ма?
Әлде өзі солай қызық қылып айта ма? Әйтеуір маған қызық. Әр демалыста келем ауылға. Бұл енді жазға ұзақ демалыс еді. Ауылда тірлік көп. Жансая іні сіңлерін ертіп, тауға шығып, бүлдірген тереді. Оны базарға шығарады. Күні бойы өтсе өтті, өтпесе үйіне әкеліп, қантқа шылап қайта тереді. Тауда тәтті өрік піскен уақыты. Үлкендер жібермейді. Бізді аю бар деп. Мен Жансаяға қатты қызғам. Таңнан атқа отырып, өзі мініп қашқан аты. Айырылмас дос болған. Кетеді, кеш келеді. Ертесі базарға барады. Жансая, не сатып жүрсің? Дедім, ол күледі. Айтшы, неге күлесің деймін. Бүлдірген бітті, өрік жоқ, тауда ештеңе қалмапты, деді. Дорбадағы не? Дедім, қоржыны толып тұр. Жиркенбейсің бе? Деді дорбаға жақындап. Басымды шайқадым, бірақ ойланып тұрмын. Ашып көрсетті. Дән өріктің дәні сүйегімен сықырлап кеуіп тұр. Қолымды тығып, сапырып жіберіп, дән тәтті ме? Дедім. Ол басын изеп, өзі мәз. Қолыңды жу деп, қол жуғыштың қасына әкелді. Сабынмен жуып тұрмын. Бұл аю тышып кеткен дәндер, деді. Мен қолымды жуып болғанда. Шошып кетіп, қайта жудым. Қалай сонда, аюдың неге боғы дән? Деп сұрап қолымды иіскеп қоям. Олар бүтіндей көп жеп, төбе-төбе қылып тышып кетеді. Сатырлап кеуіп қалғанда, басқа кірпі, қоян, ақтейін тасып алады. Қыста азық қылады екен. Қызық иә, дейді жымайып. Сен оны не істейсің? Деймін ойланып. Кеше базарда бір үлкен кісі сұрады. Тауда жүрсің, көрсең әкелші, сатып алам, емге керек деген, деді. Осылай Жансая атына мініп алып, таудан жуа, бүлірген, өрік, тіпті осылай дәнге шейін базарға сатып, азын-аулақ ақша жасайтын. Мектепке дайындайтын іні-сіңлілерін. Құрт, май, қаймақ ол үзілмейді, қысы-жазы. Апарып сатып жүргені. Қожының құрт ірімшікке толтырып алып, тауға демалуға келген қалалықтарға еркін орысша сөйлеп жүріп өткізеді. Ауылдан жинап алып да сатып ақшаларын әкеліп беріп жүргені. Үлкендер, келін болса осындай болса ғой, дейтін болды. Ауылдың жігіттері де айналшықтап көмектескен болып көңілін аулайтын. Ал Жансая болса, іні-сіңлілерін ойлап, ол жігіттерден құтылудың амалын тауып жүретін. Бірін ауыр жұмыспен шашатса, енді бірін өз қалжыңымен есін шығаратын. Тұрмысқа шығуға асықпады. Алып қашуға өткендегі жағдайдан соң ешкімнің батылы бармады. Пысықтығымен көзге түсіп ақ жүрді. Ескіні сөгіп жіберіп, жалғап тігіп, кигізіп қоятын бауырларына. Өзі не киеді, мән бермептім. Әйтеуір жарқырап жүреді. Мектеп бітіргенімізге 3 жыл уақыт өте шықты. 20-ға аяқ басып, қатарларымыз отбасын құрып жатты. Кешке дискотекаға жиналдық, екеуміз бірге бардық. Жансая қара шалбар киіпті, өзіне жарасып тұр. Билеп жүрміз, көңілімізді көтеріп, бүкіл энергиямызды шығарып, терлеп тепшіп, билеп рақаттанамыз. Ауыл жігіттері қасымыздан кетпейді. Ол кезде сыйластық деген мықты ғой. Демде кеш ұйымдастырып, қонақ қылып жібереді. Бізден 2 жасқа үлкен жігіт үйіне шақырып болмайды. Қыздар, сендердің құрметтеріңе дастархан әзір деп асты үстімізге түсіп әлек. Біз бармаймыз деп Жансая үзілді кесілді қарсы болды. Маған қарағанда сол Жансаяға жағудың амалын жасап жүргенін көріп тұрмын. Түбегейлі қарсылық білдіріп үйге қайттық. Жансая, неге бармадық? Сені ұнататын сияқты ғой. Көрмедік пе үйін, тұрмысын, деймін. Ол күледі. Ішек сілесі қатып үйге келдік. Жансая бөлмесіне кіріп мені шақырады. Мына шалбарды 2 кештің арасында тіге салып едім. Отыруға келмейтін етіп тығып қойыптым, деп тізесін бүгіп көрсетті. Шат жағы тырысып жермей тұр. Оның үйінде қалай отырам деп күліп шешіп жүр. Алтын құрбым, жоқтан бар жасап киген екен ғой. Мен болсам жұлынып жұлқынып, долданып кимес едім. Көмектесші, дейді шалқасынан жатып, сыңғырлап күледі. Балағын тартып шешіп алдым. Ертесі бізді үйіне шақырып жүрген жігіттің үйленгенін естігенде құрбыма жүгіріп келдім.
Уайымдап тұрмын. Бақытты болсын. Анасы жақсы кісі. Сол кісі үшін ғана сөйлесіп жүргенмін. Арамызда ештеңе болған жоқ, деді жымайып. Тар шалбардың арқасында қонаққа бармай аман қалдым. Барған болсам, анасының көңіліне қарап қалып қалар ма едім, деп тағы да күліп тілін шығарады. Мүмкін бақытты болар ма едің? Тәп-тәуір жігіт қой, демін ойланып. Тәуірі тәуір, бірақ жүрекке әмірі жүрмейді. Ол мені сүйген болса, осылай үйлене салар ма еді? Оған анасына көмекші керек деп ойлап үйленді. Ал менің бауырларыма кім көмектеседі дегенде түсіндім. Елімізде қайта құру басталып, егемендік алып, сол бір құлдырау заманына тап болдық. Дипломын қолтығына қысып, жұмыс таба алмай сабылып жүрген жастар. Барлық жерде қысқарту жүріп, жұмыссыздар көбейіп, азық-түлік азайып, ұнның өзі тапшы болып кетті. Ауылға келдім, екі қолға бір жұмыс таба алмай. Сандалып көп жүрдім. Жұмысы барлар ақшаларын ала алмай, колхозда бидай, май, етпен беретін болды. Ал Жансаяда керісінше бәрі жақсарып келеді. Өзінен кейінгі інісіне біраз малын сатып, жеңіл көлік алып беріпті. Өзі сол атына мініп алып, тауға малшыларға барып, құрт майларын алып келеді екен. Ауылдан да біраз үйден жинап, Алматыға апарып сатады. Кейде малды сойып алып кететін. Қайтарда ақшасына сабын, шәй, шұлықтар, сіріңке, майшам, басқа да ұсақ түйектер әкеледі. Есік алдына стол қойып, ауылдағыларға неге реті келеді соған айырбастайды. Сауданың басқаша түрі. Жанкау, сен қаладан қалай қорықпайсың деймін. Сен қызықсың, 5 жыл оқыдың ғой, сені біреу жеп қойды ма? Жоқ, сонда да ол жақтың адамдары басқа. Мен үйренісе алмадым деймін. Басқа түгі жоқ, кәдімгі біз сияқты ауылдан барған адамдар. Аулаға таң атысымен кіремде, кому молоко, сметана, құрт айран. Молоко, масло деймін, домашняя деймін. Жүгіріп шығады, сатам, болды. Етке тапсырыс алам да, уақытысында жеткізем, дейді күліп. Сонда да сен жарадың, пысықсың деп бетінен сүйем. Ауыл Алматыдан 300 шақырым жерде, аптасына 1 рет барады. Ауылда сол жылдары әке-шешесінің малын сатып, біразы ауылды тастап, қалаға қаша бастады. Біразы араққа бір тоқтыны беріп, басқа жақтан келетін саудагерлерге обалды қылып, малдарының түбіне жетті. Үйлерін тастап, жұмыс іздеп, ауылда қаңырап бос қалған үйлер көбейе бастады. Зіңгіттей ер-азаматтар қор болып жүрді, ашы суға тойып. Жансая болса малын көбейтіп, тасы өрге домалап, шағын ауласына киоск қойып, тек керек азық-түлік сатып, Алматы былай тұрсын, Қытайдан арзан заттар әкелетін болды. Інісі екеуі тынбай еңбек етіп, көптің алдына шықты. Малды ауылдарға жайлау, қыстау, сұрағанын жеткізіп, малдарын отарларына қосып, ақыларын ақшалай төледі. Абыройы арта берді. Келін алып дүркіретіп той жасап, сіңлісін ұзатты. Жан құрбым, мен де кетіп барам, хат жазып тұр деп, мен де тұрмысқа шықтым. Жасымыз 40-тан асты, сыйластығымыз үзілмей, ауылға барсақ қонақ қылып, күтіп, жарқырап жүрген Жансая. Ауылда кішкене естерін жиып, түзеле бастаған. Жансая дүкен ашып алды. Отбасындағылар кезек-кезек істейді. Өзі сол қадағалап қарап, керегін жеткізіп, көлігімен зымырап жүргені. Малына жеке база сатып алып, қарайтын адам тауып берекесін көріп отырды. Досым-ау, маған жөні түзу біреу тауып берсеңші қасыңнан, дейді қарқылдап күліп. Сен не ауылдан шашадың ба деймін қалжыңдап. Болды ғой енді, кәрі қыз атандық. Апа болдым. Бауырларымның балаларына әже болмай тұрғанда, мен де көрейін де көретінді, дейді ішек-сілесі қатып. Ауылда енді мені алып қашатында, қонаққа шақырып алып қалатында ешкім қалмады, деді тағы күліп. Бұл әңгімені бекер қозғап отырған жоғын түсіндім. Саған қандай жан керек, дедім ойлана қарап. Қандай несі? Менде не таңдау бар ма? Деп тырқылдайды. Өзі доп-домалақ болып толып алған, бетінде бір әжім жоқ. Ауылда сонша тірлік жасап жүрсе де, әрін бермеген сүйкімді, бойы аласа болған соң, тіптен жас көрінеді. Оның үстіне жылдам қозғалатыны бар. Енді ауылға келіп тұратын ба? Мал жаныңа қарасып дегенім ғой, дедім бірдеңе шетіндей.
Жоқ, бауырларыма еншілерін бөліп берем. Өзімдікін алам. Бұлар да өз беттерімен өмір сүріп көрсін. Бала шағаға қамқор болып үйренсін. Әйтпесе мені әже етіп отырғызатын түрлері бар, деп күлді. Дұрыс айтасың. Саған өкпелері жоқ шығар. Жаратқанның алдына барғанда жауап беруім керек қой. Неге анадан туғандай болып келдің десе не айтам, деді бетін жауып. Құрсын, қақпадан өтпей қалмайын, деп күліп жіберіп тұрып кетті. Жолдасым екеуміз біраз адамдарды байқадық, келмейтін сияқты. Ақыры таптық. Жолдасымның досы жақсы адам, әйелі 5 жыл болған қайтыс болғанына. Жасы 48-де, үлкен ұлы үйленген, кішісі студент. Жансая 41-де. Ол кісіге жасау керек шығар деп көп ойланып айтып кеттік. Танысайын, маған жас не теңім, деді. Бірден Жансаяны қонаққа шақырып таныстырдық. Олар шешімді көп созбай тез шешті. Араға 2 ай салып Жансаямызды ұзаттық. Ауыл болып шығарып салды. 5-6 ай өткен соң қоңырау шалып тұр Жансая. Досым-ау, дейді сол күлкі. Күлгеніңе қарағанда қуанышты бірдеңе-ау деймін. Мен емханадамын, келе аласың ба, деді. Әпенде ма? Емханада жатса адам қуана ма деп жетіп бардым. Құрбым-ау, мен климакс қартайдым деп жүрсем масқара, деп бетін басады. Бақандай 2 бүлдіршін бар екен, деп ішін көрсетіп қуаныштан күліп жатыр. Толып кеттім деп диета ұстағам 3 күн. Талып түстім, отағасы бой бермей әкелген. Сөйтсем, деп мәз. Есіктен жолдасы да кірді. Ол да қуаныштан төбесі көкке аз жетпей тұр, Жансаяны құшақтап. Бізде егіз екен, 5 ай болыпты, дейді езуі жиылмай. Міне бақыт. Өмірге 2 қызын аман есен босанып, сондай тәтті өздері. Күйеуінің 2 ұлы жаны қалмайды. Қамқор Жансаяның да бауырлары көмектерін аямай, үзбей келіп тұрады. Ол өмірде еш кейімей, күйзеліске түспей, еш ренжімей жүреді. Ең бастысы адал жар, адамгершілігі мол, бауырмашыл үлкен жүректі адам. Менің түсінгенім өмірде еш күпірлік етпей жүру керек екен. Жансая маған өмірлік ұстаз барлық жағынан, ол өте бақытты. Әңгіменің соңы. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.